Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін енді осы бір аптаның басы, дүйсенбі күні сіздермен амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Осы балаларға бүгін басталады ғой, дүйсенбі бірінші күн дәрістер басталады. Балалардың оқуларына табыстылық, сіздердің қызметтеріңізге, тұрмыстарыңызға көңілділік тілеймін. Енді осы кеше айтып өттім ғой, балаларымыздың осындай бір кіршіксіз, пәк, бір әдемі қиялдарын қорғап берейік деп. Енді балалар, мысалы, бала өзі сіздің оған бір қиялдауына бір шарт жағдай әзірлеп беруіңіздің қажеті жоқ. Баланың өзінің ерекшелігі. Ол өзі қиялшыл болады, көп нәрсені ойлай алады, миы сондай бір бізбен ұқсамайды балалардың. Енді соны сіз жаратып беруіңіздің қажеті жоқ. Тек қана қорғап берсеңіз, соны істесеңіз ғана болды. Қорғаудың орнына енді біз көп санды ата-аналар қалай істейді десеңіз, кешегіндей жағдай ғой, мысалы, ол аяз ата деген жоқ деген секілді сөздерді айтса, болмаса балаңыз бір қояндарды әкеліп жаныңызға, қояным ауырып қапты, бүгін бас ауырып тұр екен деп, сондай олар өздері солай ойлайды. Сол кезде біз ол қоян ауыра ма, ол бір бұлдан жасалған нәрсе, ол неменеге ауырады деп сондай сөздерді айтатын болсақ, ол баламыздың жүрегін қатты жаралаймыз ғой. Біз баламызды тез үлкейтіп жібергіміз келеді көбінде. Өзіміздің идеямызды оларға сіңіртіп, оларды осы тезірек үлкейсе деп ойлаймыз. Бірақ та осы ойлап көрсеңіз, мен кеше екі баламның алысып төсекте ойнап жатқанын көріп, ойлап кеттім. Дәл сол сәт, мысалы, дәл сол кезде ғана болады ғой. Бір сағат өткен соң ол сәт жоқ, бүгін жоқ, ертең, мысалы, бүгін өтіп кетсе, ертең басқа бір күн басталады деген секілді. Олар күніне өсіп жатыр ғой. Енді біз соларды тезірек өсіруін, тезірек үлкейіп кетуін ойламай, қайта солардың бір әзіргі осындай бір әдемі сәтінен жақсылап өзіміз ләззаттансақ, солардың бір таза қиялын қорғап берсек, бірге сонымен ақырын есейсе деп ойлаймын. Оларды тез біз үлкен адамдардың бір өте бір қым-қуыт бір байланыстың ішіне кіргізіп жібермей, қайта ақырын келсе, олар да кейін үлкейеді. Мысалы, бұрын мен балам бір жасқа келген кезінде апам айтатын, ананы былай жүргіз, жетеле, сонда тез жүреді деп апамдар солай айтатын. Сол кезде мен ойлайтын, бұл өмір бойы жүреді ғой осы екі аяғымен. Біраз ақырын келсінші деп ойлайтынмын да. Сол секілді, мысалы, әрқандай нәрсені ақырын келсе дұрыс па деп ойлаймын. Енді көп санды адамдардың ең бір бақытты шағы ол балалық шағы ғой. Бәріміз балалық шағымызды ұмыта алмаймыз, балалық кездерімізді есімізде тұрады деген секілді жүрегіміздің түкпірінде. Енді сол балалардың бір бақытты бір балалық шағы болу үшін сөзсіз сол баланың бір бала жүрегін қорғауымыз керек екен. Бала жүрегін қорғап беруіміз керек екен. Мысалы, әрбір бала ерекше, әрбір бала ол ерекше болып туылады. Әрқандай бала туылған кезінде бір парқы болмайды. Сол артындағы тәрбиеден ол бала парықталады. Сол үшін балаларымызды барынша шабыттандырып, мысалы, бір бала өсіруде бір қалып жоқ, бір тұрақты бір дәл осы бойынша жүргізсең балаң мықты болады деген сөз емес. Сол үшін біз көбірек уақыт шығарып балаларымызды бақылай алуымыз керек. Енді біз әдетте көп бір қажетсіз істерге уақыт шығарып жатамыз ғой. Уақытымызды соларға бөліп жатамыз деген секілді. Енді сол біраз уақытымызды бөліп баламызға арнасақ, баламызды жақсы бақыласақ, оларға қандай тәрбие әдісі үйлеседі, мысалы, соны көрсек, күнделікті айтқан біттей бір ауыз сөзінен сіз сол балаңызды көп сезіне аласыз, біле аласыз, түсіне аласыз. Түсінгеннен кейін барып оны тәрбиелей аласыз. Балаңызды көп шабыттандырыңыз, оның өз әуестенген ісін істеуіне қарай оны жетелеңіз, соған қарай шабыттандырыңыз. Өйткені адам өзінің әуестенген ісін, жақсы көрген ісін істесе, ол көңілді өмір сүреді. Бұл өмірде енді ең бір маңыздысы адамның көңілді өмір сүруі ғой. Мейлі ол қандай жұмыс істесін, ешқылып көңілді болса болды. Сол үшін балаңыз солай жетелеңіз. Одан кейін сіз оған болашақты жаратып бере алмайсыз, дайындап бере алмайсыз. Ол өзі сезініп жүруі керек. Өзі ақырын жүріп,
өзінің болашағын өзі табуы керек. Сіз тек қана оған шарт жағдай әзірлеп бересіз, оның көңіл күйін жұбатып, осындай кішкентай кезінде ішқылып сіз көңіл күйін жақсы жұбатсаңыз, оны түсін алсаңыз, балаңыз жақсы оқиды, сөзсіз жақсы оқиды. Өзіңіз ақырын сынап көрсеңіз болады. Енді менің осы бөліскен нәрселерімді тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге қажеті тиесін, қажеттеріңізге жарас екен деп ойлаймын.